Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, егерде дүние жүзі жаңалықтарын алғашқылардың қатарына біле отырғыңыз келсе, соның ішінде қазақ елінің жаңалықтарын біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписация және де бір ғана лайк түймесін басып, достарыңызға тарқатуыңызды сұранамыз. Ал ендеше бастадым. Түрік көшбасшысы Режеп Тайып Ердоған мемлекеттік қызметкерлердің жалақысын президенттік сайлауға 5 күн қалғанда өсетінін айтты. Бұл туралы Анадолу агенттігі хабарлады. Біз жалақыны әлеуметтік қамсыздандыру үлесінің қосқан 45%-ға арттырамыз. Осылайша біз мемлекеттік қызметшілердің ең төменгі жалақысын айына 15 мың лираға, яғни $760 мың астам дейді көтереміз, дейді Ердоған. Ол сондай-ақ мемлекеттік қызметкерлердің жалақысы мен зейнетақысын көтеру бойынша жұмысты жалғастыратынын айтты. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып, сау саламатта болыңыздар. Лайк түймесін басқан қолдарыңызға Кабатулланың қабырғасын ұстау нәсіп етсін.